Ассалаумағалейкум қазақ елі. Қазір мен сіздерге бір видеоны саламын. Сол видеоны қарап өздеріңіз тамашалаңыздар. Әйелдер қауымына айтатыным, қазақ жігіттерін сыйлаңыздар. 25, 24, 26 жастағы общем менің ровесниктарымның ойлау қабілеті қазақтар мен кәрістердікін разницасын айтайын ба? Бізде қазақтарда от жанып тұр ғой көздеріне, жас жігіттердің. Мұнда жүрген қазақ бауырларымызды көресің ғой, кәдімгідей істемеймін деген жұмыс жоқ қой. Автобусқа дейін айдап кете беретін адам будет, кран. Мен білмеймін деп айтпайды да қазақ бауырлар. Бәрін білет, бәрін үйренет, тез адаптироваться етет. Кәрістер 4-5 жыл мастер болып жүрсе, біздің қазақ бауырларымыз 1 жылда мастер болып кетет барыпшы жандарына. И қазақтар жүрген жерде кәрістерді көрсең, андай уважениемен ғой бізге, мен байқағаным, қатты уважениемен қарайды, себебі өзіміз соған достойны жүргеннен кейін шығар деп ойлаймын. Вьетнам, Қытай, Таиландтармен салыстырғанда бізге андай дауысын көтеріп сөйлемейді. Орынмен, байыппен, короче. Қазақтардың айырмашылығы тез адаптироваться етеді. Жан-жақтан любой информация. Бәрін біліп бара жатады, шарт етіп бара жатады. Машина дейсің ба, стройка дейсің ба, короче. Білмеймін, Құдайға шүкір, қазақтар жаман тез адаптироваться етеді. Политикаң бар ма, географияң бар ма, бәрін шашып бара жатыр ғой. Тек просто бір аттеңайы бізге возможность бермей тұр да, деп ойлаймын. Мұнда жерде балалар келеді де, бір 3-4 айдан кейін уже көлік алып, местный болып кетеді ғой, сіңісіпші. Мен соған риза болам. Үлкен айырмашылығы жастарының сол тез адаптироваться етеді. Еще барлық білмейтін нәрсе жоқ қой. Любой нәрсені айырам деп тұр ғой, жігіттеріңіз. Мен соған риза болам айтыр. Бас сүмірейіп жүрген бала көрмейсің Кореяда. Қазақтардың бәрі дерзкий. Реально айтам ше, мен мынандай бір өтірік әңгіме қосып айтып жатқан жоқпын. Реально сондай. Қазақтар бастарын көтеріп тік жүреді. Мен соған риза болам. Косяк жоқ. Басқа бір қазақтар жұмыс істеп кеткен жерге артынан бірнеше уақыттан кейін барып қалып, қайдансың десе, Қазақстаннанмын десең, енді олар біледі ғой, қазақтармен бұрын істеген адамдар сразу о дейді. Мен соң қатты қуандат бар ғой, риза болам соған. Қазақстанда да мынандай возможность болса, біздікілер деген. Жерді қолмен жыртып кете береді ғой біздің бауырлар. Реально айтам, сендер просто өз арамызда Қазақстанда жүріп бір-бірімізді онша байқамаймыз. Шетте жаман байқалады ол ше. Шетте Америкада жүрген қазақтарды алып қарасаң да, қайда жүрсе де қазақтар ерекше ғой, кәдімгідей. Бой десе бой, мен білмеймін, солай со стороны қарасаң солай көрінеді өзі.